Бүгінгі тәжірибе алаңына қош келдіңіздер. Тәжірибе алаңында? Тәжірибе алаңына мен Леон Нұрсұлтан қызымын. Және Менің анам Айнагүл Асылбек қызы. Қызым, сен Жанартаудың атқалағанын көргің келе ме? Я, Сен нені білгің келеді? бәрін білгім келеді. Ендеше біз тәжірибемізді бастайық. Ол үшін бізге қажетті құралдар: жылы су керек, сұйық сабын, лимон қышқылы, қызыл түсті бояу және ас содасы керек. Қызым? Иә, бұл бізде қалған салып тұрған су. Тәжірибемізді бастаймыз ба? Я, бастаймыз. Мен кішкене құямын, сен арастырып отырасың, жақсы ма? Жылы суға бірінші қызыл түсті бояуды саламыз. Арастырып алып. Нені ала тұрамыз. Одан кейін сұйық сабынды саламыз. Құямыз ішіне. Арастыра алып. Одан кейін лимон қышқылынан 2 ас қасық саламыз. Арастыра алып. Әдемі түс шықты. Қалғандымды саламыз. Енді қызым жайлап тағы да кішкене арастырып жіберейік. Одан кейін мынаны біздің ұйқыда жатқан Жанартауымызға құямыз. Қазір қызым кішкене мен көпімді жатсын құйын. Қалған құялы. Байқа. Енді осының үстіне қызым біздер 1 қасық ас содасын саламыз. 1 қасық. Не салау? Не шықты қызым? Көпірік. Бұл біздің ұйқыда жатқан Жанартауымыз атқылады. Қандай күшті қызым? Атқылап жатыр. Әр атқылап жатыр. Біздің Жанартаудың атқылау атты тәжірибеміз өте сәтті шықты. Әлі атқылап жатыр. Қызым, саған бұл тәжірибе ұнады ма? Ұнады ма? Дауыспен айтамын. Я. Ұнады. Келесі тағы да жасап көргенде өте сәтті шықты. Ішімнен. Ағып жатыр. Бояу. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Достарымызбен қоштасайық, қызым. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.